Жақсы балалар, мынау құндылық шаңырағының әділдік әлеміне қош келдіңіздер. Біз әр күні құндылықтарды өткен сәтте ұлы өнертапқыш Фалестің мынадай бір сөзін біз ұстанамыз солай ма? Дүниедегі ең үлкен нәрсе бұл кеңістік дейді. Ең озығы бұл не? Сіздің жүрек ойыңыз дейді. Ең тиімдісі, құндысы сіздің уақытыңыз дейді. Ал ең оңайы ол сіздің өзге біреуге ақыл айтуыңыз дейді. Ал ең қиыны өзіңді өзің тануыңыз дейді. Енді біз осы құндылықтар әлемінде өзімізді қалай таныта аламыз? Мысалға біз құндылық дегенде осы құндылық әлемінде біз санамызда сол дүниелердің бәрін саралаймыз. Одан кейін барып өзімізге қажетті дүниені жүрек сезімімен қабылдаймыз. Ендеше өздерің осы алаңға келген сәтте өздеріңді қалай танытасыңдар? Мен әділдік алаңында өзім жомарттығымды көрсем. Мен әділдік алаңында сенімділік көрсетем. Мен әділдік алаңында шыншыл болуға тырысам. Мен әділдік алаңында әділ болғым келеді. Мен әділдік алаңында тұрақшылдықты көрсетем. Мен әділдік алаңында әділдікті болғым. Мен әділдік әлемінде өтірік сөйлемеге тырысам. Мен әділдік алаңында кісінің алашығын аттамауға тырысам. Мен әділдік алаңында кішіпейілдігімді танытам. Мен әділдік алаңында үлкенге құрмет көрсетем. Мен әділдік алаңында әділ сөйлеуге тырысам. Мен әділдік алаңында кісілігімді көрсетем. Мен әділдік алаңында парасаттылық танытам. Мен әділдік алаңында өзгелерге сүйіспеншілік көрсетем. Мен әділдік алаңында үздік болуға тырысам. Мен әділдік алаңында үлгілі болуға тырысам. Мен әділдік алаңында әділдікті жақтаймын. Жақсы қараңыздар балалар, әділдік біз асыл қасиет деп ойға алып жатырмыз да. Тіпті қазақтың өзі айтады, әділдік бар жерде береке бар деп айтады. Береке бар деп айтады да. Ендеше қараңыздар, жалпы әділдік дегенімізді кім қалай түсінеді? Әділдік дегеніміз ол турашылдық, кейде оны адалдық деп те атаймыз. Адамдар арасында өтірік сөйлемеу, шыншыл айту, оның барлығы да сол әділдік әлемінде бой көтереді. Дұрыс айтасыз. Турашылдық, шыншылдық бұл не? Әділдік әлемінде болады. Жалпы осы әділдік туралы ұлы ғұламалардың айтқан пікірлері бар ма? Айта ғой, әділдік. Осы жатқанда ұлы абайдың сөзі есіме түсіп кетеді. Кімде кімнің әділдігі жоқ болса, оның ұяты да жоқ дейді ұлы абай. Дұрыс, тағы? Ұлы жауынгер жазушы Бауыржан Момышұлының мынандай сөзін айтқым келіп тұр. Әділдік қашанда жеңеді, бірақ кешігіп жүреді. Дұрыс, Жақсы. Жалпы осы әділдік әлеміне не үшін келдіңіздер? Әділ болу керектігі жайлы барлығы біледі. Бірақ әділетсіздікке қалай қадам басады? Әділетсіздікке қадам басу дегеніміз тәкаппарлыққа жатады. Өзінің бас пайдасы үшін басқаларға бөгет қояды. Сол өзімшілдікті жеңіп, алға қарай мақсат қойып, сол мақсатқа деген дұрыс қадам жасау керек. Мен әділдік алаңына көп нәрсені ұғу үшін және басқаларға үлгі болу үшін келдім. Ұлы Абайдың өзі де болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой, ұқсап бағуға келдім. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Қай кезде мысалға адам өзінің алдына не мақсат қоя білу керек. Себебі Бауыржан Момышұлының мүмкіндігімен мақсатың биік болсын деген сөздің өзі сіздің белгілі бір іс-әрекеттің негізінде мақсат қоюыңыздан басталады. Ендеше орнымыздан тұрайық та бұрынғы қозғалысқа түсейік, өзімізге қажетті ресурстарды алайық. Жақсы. Біз енді өзіміз әдебиеттен балалар Құттыбек дастанын өттік, солай ма? Одан кейін мысалға біз тәрбие сағаттарында дала заңдарын өткен болатынбыз. Одан біз тағы Абай шығармашылығын өткен болатынбыз, солай ма? Енді қолдарыңызда ресурстардың ішінде қандай құнды дүниелер бар? Мысалға біз Құттыбекті өттік, солай ма? Құттыбекте осы әділдік заңына байланысты, мысалы, әділдік дегенге мысалға үлкен ой топшылайды, солай ма? Осы дүниені біз қалай жеткізе аламыз? Айта ғой. Мен бүгінгі ашық сабақта Құттыбек дастанын негізгі ресурс ретінде алдым. Неге дейсіз ғой? Себебі Құттыбек құнды мұра. Мұнда адамгершілік идеялары, өмірлік ақыл-ойды философиялық ескерткіш ретінде қабылданады. Құтты қоғам құру, елді көркейту, адал еңбек, әрекет жолын ұстану қағидалары бар. Халықтың жағдайын жақсарту, ырысын арттыруда үлкен сенімді жүрекке байлайды. Дана ойшыл адамды бақытсыздыққа ұшырататын зорлық-зомбылық атаулығы, арамдық, құлық-сұмдыққа қарсы шығып отырды. Адам ойындағы асыл қасиетті насихаттап, бай бол, кедей бол, адамгершіліктен айныма, қарапайым бол, адал ғұмыр кеш деп өз ойын былай қорытады. Тәңір адамды жаратты, үздік етті, оған ақыл-ой, білім берді, көңіл берді, әрі тілін сайратты, ұят берді, мінезімен қалаған.
Жалпы адамда өнері, білімі, ақылы және осы қоғамда әділ болса, ол таптырмас қасиет әрекетке жол басайық. Дұрыс айтасың. Жақсы балалар, қараңыздар. Енді осы құттыбілік дастанын өткен кезде біз өзіміз айттық. Құттыбілік бұл не? Құтты мұра деп айттық та. Осы әділдіктің негізгі символын танытатын қай образ еді? Кімнің образы еді? Күнтудың образы, солай ма? Жақсы. Енді сіздердің алдарыңызда мен қазір көріп отырмын, Абайға қатысты нелерді көріп жатырмын да. Жалпы осы Абайдың әділет әлеміне келудегі мақсаты қандай? Қандай ой айтасыңдар? Айта ғой. Мен ресурстар ондан Абайды таптым. Өмірде әділет туралы әңгіме өрбісе, Абайдың шығармашыларын қолға ұстаймын. Абай өз шығармасында махаббатпен жаратқан адамзатты сендей сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, хақ жолы осы деп, әділетті деп осы шығармасында өлеңінде айтқан екен. Мен осы Абайдың осы өлеңінде махаббат пен әділетті тура бірге айтқанында мынаны түсіндім. Махаббат күллі әлемге нұрын, шуағын шашып тұрған қуат. Ал әділет болса, ғалам құдіреттерінің барлығын біріктіретін құдірет. Осы туралы Абай 45-ші қара сөзінде былай дейді. Бұлардың махаббат пен әділеттің керек емес жері жоқ, кіріспей тұғында жері жоқ деп, бұл мен жаратушы Тәңірімнің ісі деп айтады. Бұл қара сөзінде 18.000 ғаламның барлығы осы әділет, махаббат заңымен реттелетінін, басқарылатынын айтып тұр. Енді қараңыздар, осы махаббат ғадауатпен майдандасқан деп Абайдың өлеңдерінде де бар ғой, солай емес пе? Махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма дейді, солай ма? Осы қай өлеңде кездеседі дейді балдар? Қандай? Өлсем орным қара жер сіз болмай ма? Дұрыс айтасыз, өлсем орным қара жер сіз болмай ма? Қараңыздар, ақылмен қайрат жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шаппақ кімде бар? Сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз біте қалса қазаққа, алдың жалын артыңыз барар еді қай жаққа дейді. Шынында да мысалға ақыл қайратты бұл не? Кезге адам мысалға ұстана алады, солай ма? Ал енді Абайдың өзінің толық адам проблемасы негізде мысалға нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат адамның бойында қалыптасса, онда ол толық адам болады дейді. Шындығында да мысалға Абайдың махаббат пен ғадауатты екеуін қатарластырып, қосақтап айтуының негізі қандай? Бұл жерде мысалға махаббат ол адам бойында үлкен қуат негізінде күш алатын болса, ал ғадауат болатын болса, ол әділет дүниесі екендігіне осылай ерекше атап көрсетеді. Жақсы. Енді біз айттық, сіздің қолыңызда дала заңдары негізі отыр екен, солай ма? Енді қазақтың осы күнге дейінгі дала заңдары болды ма? Ол жайлы не білесіздер? Көшпелі қазақ елінде халықтың рухани даулы мәселелерін, қылмыстың ісін шешетін ежелгі әділет заңы ережесіне бағынған. Олар билер үкімімен шешілген. Олар жер дауы, жесір дауы, құн дауы, ар дауы, мал дауы болған. Екі рулы ел дауласқан сәтте билер соты құрылып, дау-дамайды әділ шешкен. Дауласқан елдің құнын төлеп, тура биден туған жоқ. Аталы сөзге тоқтамағаннан әке сөйледі деп, сөз қадірін жоғары бағалаған. Енді қараңыздар балдар, осы жерде біз дала заңы көшпенді тірлікте халықтың, мысалы осы дала заңдарының негізіне бағынатындығын, осы дала заңдарының негізі қазір біздің конституциямыз сияқты негізгі заңдылық болып жүргендігіне біз мойындай аламыз, солай ма? Тағы қандай заңдылықтар болды? Мен айтсам, дала өмірінде дейтін ол заң, ол Шыңғыс ханның ережелер жиынтығы. Ол жасақ деп аталады. Және сол жасақты жазған ол өзіміздің әр қолбасшы, әр кеңесші Майқы би. Қазақтың сөздің түбі бір, түбі атасы Майқы би деу содан. Және де 14-ші ғасырда Шыңғыс ханның ұрпағы Керей мен Жәнібек сол қазақ хандығын құрады. Және 1511 жылы Қасым ханның, Жәнібек ханның ұлы Қасым хан таққа отырды. Ол таққа отырған кезде Қасымның қасқа жолы заңын енгізеді, және Есім ханның ескі жолы сол негізінде жеті жарғы әділдік заңын қосады. Ол жеті жарғы бізге ол Левшин жазбалары арқылы келді. Левшин жазбалары арқылы келген, дұрыс айтасыздар. Тағы қандай заңдылықтар болды? Естеріңде ме? Иә. Және де Арыс бидің құтты білік заңдарының, дала заңдарының бірі ол Арыс бидің білік заңы. Ол Арыс би 3000 жылда өмір сүрген, және де Арыс өзенінің аты сол Арыс бидің атынан берілген. Сол Арыс бидің заңдарының білік заңында әділеттік пен әдептілік туралы айтылады. Сол әдеп арқылы түрік мемлекетінде түрік қағанаты өмір сүрген.
Жақсы. Дұрыс айтасыздар балалар. Қараңыздар да, міне одан бертін келе мысалға Төле би, Қаздауыс Қазбек би, Әйтеке билер мысалға билік негізінде болды да, Далазадар негізін басқарды да, Төледей тауып сөйлейтін, Қазбектей қазып сөйлейтін, Әйтекедей жарып сөйлейтін тұлғалардың шығуына халық өзінің көкейіне түйіп, соны саралаған болатын. Енді қараңыздар, жалпы қай кезде мысалға екі елді бітімге келтірудің амалын жасайды да, екі елді керістіретін де, екі елді келістіретін де сөз. Егер мысалға дауға найза араласса, келісу жоқ, кетісу бар, солай ма? Кетісу бұл не кез келген тентектің тақымында жүрсе, ал келістіретін сөз мыңнан бір данышпанның ғана қолынан келеді дейді. Міне осындай дала заңдарының өзінде негізгі ойдың бәрін түйіндеп не дұрыс айтып, осы күнге біздің күнімізге жеткізіп отыр. Жақсы, арға кеттік балалар. Енді қараңыздар. Маған бір келі қан салып бере қойшы. Қазір апам. Міне, ала қойыңыз. Bir келі қаныңыз. Нақты бір келі қой, Ой, апау. Сіз дадық не көрді сонша? Айтпақшы қолдың айналасың ба? Аламын. Айналайын, жарайсың. Сені Седра компаниясынан сатып алғаным қандай жақсы болды. Міне балам, майыңды әкелдім. Тура бір келі. Қазір өлшеп көреміз. Апа, мынауыңыз бір келі емес, 800 грамм қой. Қалай тараздан жейсіз? Тараздан жеу үлкен күнә, балам-ау. Мұны өлшейтін картасын жоқ еді. Өткенде өзің тура бір келді салып берген. Қантыңмен өлшедім. Менің не? Негінен бар айналайын-ау. Тараздан жегендерге өкініш болсын. Олар біреуден алғандар толық алады да басқаға өлшеп берген. Жақсы, енді қараңыздар. Жалпы әділдік пайда табу көзімен өлшелей ме? Сіз жаңа бейне түсірілімді көрдіңіздер де, осы сұраққа жауап беріңдерші. Ол үшін сіз мысалға екі пікір немесе тіпті кереғар пікір негізінде ұстануыңыз мүмкін да. Мен сендердің қазір алдарыңызда көк жолақ лента қойдым мына жерге. Бұны жақтаушылар қол келсін, қара жолақ қойдым, бұған тақтаушылар қол келсін. Ал екі пікірдің негізін түйіскен ортаға мен мынаған да мысалы қосылам екі пікірге дейтін болсаңыз, онда мына таразының басына келіп тоқтаңыз. Келіңіз, топтан Никола десе жарайды, көбіресіз. Негатив топтың негізі қара лентаның бойына тұра қойыңыздар. Жақтаушы топтың негізі ағайды. Жақтаушылар тұра, қажықтай. Кежігі тақтаушы. Жалпы әділдік пайда табу көзімен өлшелей ме? Қандай пікірді айтасыздар? Қандай ойды айтасыздар? Бірінші жақтаушылардан бастаймыз ба, жақтаушылардан бастаймыз ба? Жақтаушылардан жақсы бастауыңыз. Сауда-саттық жасалған соң пайда көзі болу керек. Әртүрлі төлемдер бар. Егер де мен өзім дүкен ашсам, әр сатылым тауарға тиын қосар едім. Өткен шығынды өтеуім тиіс. Жалпы шығынды өтеу үшін сен пайда көзін жасайсың да, солай ма? Айбек айта ғой? Пайда табуымыз кей кезде әділдіктің келетін жағдайларда болады. Өйткені алтынды көрсе періште жолдың тая дейді ғой. Ақшаға қазір заманда кім қызықпайды? Мүмкін ол пайданы табудың көзі болар. Алтынды көрсе періште жолдан таяды, солай ма? Сондықтан мысалға бәрібір өзіңіздің пиғылыңызды біз солай қарай бұрып жатырмыз ғой. Ал сіздің айтар ойыңыз қандай? Жақтаушы сіздің айта қойыңыз? Біз әділдік алаңында әділдік танытамыз едік. Мен бейнероликті көріп отырып, мынандай ой түйдім. Әділетсіздік көріп отырып, әділетсіздік жасау қажет емес. Істеген жақсылықта, жамандықта алдымызға кері келетін есте ұстағанымыз жөн. Нағыз бақыттың кілті осы сенің адал ісіңде. Кісі ақысын жемей, еңсеңді тік ұстап жүргенге нен жетсін? Ер азамат қай сәтте болсын, азамат деген атына сын келтірмеу керек. Жақсы. Әрине, әділдік ол пайда көзбен өлшенбейді. Мен оқыған әдеби кітаптардан өмірлік тәжірибеден көп нәрсе алғам. Әділдік ол сенім, сол сенімді жүрекке бойлаған жан ғана өз құдайын ойлайды. Қиянат жасалатын кезде ертең ойлайды. Сондықтан да біз өзімізге берік, әділ және біреуге қол ұшын созуға және біреудің көңілінен шығуға барымыз салуымыз керек. Әділдік ол тәңір ісі, сондықтан біз сол іске адал болуымыз керек. Мен сіздерді әділдікке шақырамын. Жақсы. Ал Дулат сен айтасың, екі пікірді түсініп тұрсың ғой. Өмірде көп қоларды кездестірдім. Мен саудаласуды да білмеймін. Құны жоқ нәрсені көп ақшаға алып кетуім мүмкін. Одан да барлығымыз әділдік жағына өтейік. Өте қойыңыз. Сіз қалай өтесіз? Сіз әділдік жолын өтеміз. Жақсы, жақсы. Онда мен сіздердің ортаңыздағы кереғар пікірдің негізінде қара лентаны суырып алып тастаймын. Жақсы балалар, отыра қойыңыздар. Келесі, енді осы әділдік жайлы мәшһүр жүзіп көтеріліп, әділдік қалай қалыптасады деген пікірге мынадай тамаша ой айтады, қараңыздар.
бұл үш атаның ұлы. Ақыл мінез, ашыл мінез, нәпсі мінез. Дұрыс пенде үш кісіге шаппайды, екі кісіден қашпайды, бір кісіге қарама қарсы тұра қалады. Әдетті ибалы жан нәпсінің шариғат қосқан сыбағасын беріп, адалынан ішіп, нәпсісін бабымен ұстайды. Адал адам қашанда өзінің ар-намысын биік қояды. Дұрыс, иә. Қараңыздар, енді осы ойдың жетегінде тамаша ойлар көп айтылатын солай ма? Әділдіктің жолында. Себебі мемлекет басшысы Тоқаевтың өзі мынадай бір пікірді айтып қалды. Өзінің баяндамасында сабақтастық, одан кейін әділдік өрлеу деп талапты қоямын дейді. Неге бұлай деп осындай талапты қойып жатыр халыққа? Себебі өйткені сабақтастық ол ұрпақтардың сабақтастығы, солай ма? Ал енді әділдік әлем болатын болса, енді жаңа өздерің көріп отырсыздар, өздерің куә болдыңдар, әділдік жолын таңдадыңыздар, турашылдықтың негізіне қарай қадам бастыңыздар. Міне сол турашылдықтың негізі біз әділ Қазақстанды құру үшінше осы жалғасын табу керек балдар. Ал енді келесі өрлеу деп отырғандағысы, әркім мысалға өзінің білімімен алған білімі негізінде бәсекелестікке бейім болса, онда оның тұлғалық ерекшеліктері қалыптасатындығы шындық. Сондықтан да қазақтың өзі тауып айтқан солай ма, хас асылдың баласы тегене тартпай тумайды. Қаны қара қазақтың мысалға бұл жаңағы егер мысалға кері қарай пікір негізінде немесе кері қарай әрекет негізіне қарай кетіп қалса, онда ол жатырынан оңбаған деген сияқты осындай сөздерді айтып отырады. Жақсы балалар, енді біз көңілге түйер көптеген ойларды айттық. Мәшһүр Көпеевтің айтқан ойынан қандай пікір шығара аласыздар? Мәшһүрдің сөзінен. Бірінші мысалға сен өзіңнің пейілің адал болу керек дейді, солай ма? Екінші, неге? Өзіңнің құдайшылығыңа, өзіңнің жасаған әділ болу керек. Үшіншісі мінезіңе әділ болу керек дейді, солай ма? Бұл жерде мысалға тағы да біз шәкәрімнің сөзіңді түзе. Ол сенің әдетің сенің мінезің, ал мінезің сенің тағдырың деген сияқты ойында қосылатындығымыз шындық. Жақсы балалар, енді қолдарыңызда қазір мен стикер беремін. Осы сіз өзіңіздің іс-әрекетіңізде өзгелер байқай бермейтін әділетсіздік жасауыңыз мүмкін бе? Әділетсіздіктің алдын алу үшін мен өзімді қалай ұстаймын? Осыған пікірлер жинақтайықшы. Жерге іле қойыңыздар тақтаға. Тақтаға іле қойыңыз. Іле қойыңыздар. Енді мысалға өзгелер байқай білмейтін әділетсіздік жасау мүмкін бе деген. Біз енді әділдік жайлы айтып жатырмыз ғой. Әділетсіздіктің бір баспалдақтарының несін ұшқынын көрейік те. Мысалға жоқ жерден жаңа адамның байқамай қалатын сәттері болады. Өзім өтірік сөйлеп қалған сәтте қиналамын. Жақсы. Келесі, мен өз білімімді басқалардан қызғанып қалатын сәттерім бар. Жақсы. Мына керағаттар негізінде алып тастаймыз, керек емес. Біздің біреудің нанын жемеймін дейді. Жақсы. Мына жерде мен кейде біреудің кітабын алып кететін жағдайларым болады. Бұл да әділетсіздіктің бір түрі деп ойлаймын. Жақсы. Бір әділетсіздік дүниелердің бәрін жеңіп деп есептейміз. Енді әділдік алаңында нені көксейміз? Адамдардың алдамауға тырысамыз, солай ма? Үнемі жақсылық жолында жүгіремін, өз-өзіме тәртіпті орнатып жүремін, одан кейін әділетсіз адамдарды әділдік жолына қарайға тартуға тырысамын дейді. Өте жақсы, тамаша. Енді қараңыз, адамның өмірінде дүниедегі әр дүниенің өзінде мысалға жақсылықта, жамандықта екеуі қатар жүреді. Бұл не күн мен түн сияқты. Сондықтан да мысалға біз қазір әділетсіздік дүниелердің бәрін алып тастадық. Міне біз әділдік жолына қарай қадам басып келе жатырмыз. Барлық дүние, мысалға барлық нәрсе сіздің өзіңіздің күнделікті іс-әрекетіңізден, сөйлеген сөзіңізден, күнделікті тірліктегі жүріс-тұрысыңыздың бәрі осы әділет элементінде келіп шоғырланады. Сондықтан мысалға әділ болуға, жаңа айтып жатырмыз ғой, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп те, өзіміз шындықпен сөйлеуге бар күшімізді салуға тырысайық. Ендеше әділет алаңына қарайғы сендерді шығарып саламын. Келіңіздер.